Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тәттісі женттің рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыздар. Бізге ең қажетті зат талқан керек болады. Мен тардан жасалған талқанды қолдандым. Бидай талқаны, күріш талқандары болады, бірақ осы тарының талқанын алғандарыңыз дұрыс. Және де үстіне қант салдым. Мен көбірек салдым тәтті болу үшін. Егер қатты тәттіні қаламасаңыз, азырақ қантын салуға болады. Және де үстінен ертілген сармайымызды саламыз. Және де талқанға осындай қоюлатылған сүт саламыз. Егер бұндай ұнамаса, балмен орнын алмастыруға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Алғашында вилканың көмегімен аздап араластырып алдым. Содан соң қолдың көмегімен жақсылап араластырып, талқанның басын біріктіретін боламыз. Негізі қолмен араластырған ыңғайлы. Сонымен қатар каналымда ұлттық тәттілердің, ұлттық тағамдардың рецептері бар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай басы бір-біріне бірігіп, жаңағыдай формаға келуі қажет. Келесі кезекте осындай арнайы кез келген ыдысты аласыздар. Мен 4 бұрыштылау ыдысты алдым. Және де осыған толықтай жаңағы сыйғанша барлығын орналастырасыздар. Және де қатты осылай үстін басып қоюларыңыз қажет. Егер жай бассаңыздар, жаңағы формасын ұстамай қалуы мүмкін. Осылай барлығын жақсылап басып аласыздар. Және де қақпағын жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, формасын ұстап қататын болады. Егер жаңағыдай қатты керек болып жатса, 15 минутқа морозильникке қоюға болады. Ал қалған бөлігінен қазір құрт сияқты, сықпа сияқты жасайтын боламыз. Бұл енді өз формаңызға, өз идеяңызға байланысты дөңгелек етіп жасауға да болады. Міне дәл осындай сықпа құрт сияқты, осындай қолдың узорымен сопақша пішінде жасап алсаңыздар болады. Және де жентке, жаңғақ қосуға болады, үгітіп, немесе мейіз қосуға болады. Сонда жент жаңағы дәмдірек, тәттірек болып шығады. Біздің үйдегі балаларым жаңағыдай мейіз қосқанды ұнатпайды. Және жаңғақ қоссаңыздар да дәмі керемет болады. Міне осылай формасын ұстап, әдемі кейіпке енеді. Дастарханға қойсаңыздар өте керемет, және де барлық балалар да, үлкендер де сүйсініп жейді. Енді холодильниктен алған жаңағы формадағы жентімізді осылай аударып аламыз, тез түседі. Және де 4 бұрышты етіп, тарелкеге қойсаңыздар болады. Өткір пышақпен бөліңіздер, сонда тез бөлінеді. Осылай 4 бұрышты етіп, пышақтың көмегімен ақырындап кесіп алып, тарелкеге салып, дастарханға сұна берсеңіздер болады. Алдағы келе жатқан ораза мерекесіне жасайтын болсаңыздар, жаңағы ауызашар кезінде, яғни ауыз бекітетін кезде жейтін болсаңыздар, ұзақ уақыт тоқ жүресіздер. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де бұл жентке мейіз қосуға болады, үгітіп, жаңғақ қосуға болады, немесе әсемдік ретінде бетін шоколадпен безендіруге де болады. Каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, ұлттық тағамдардың сонымен қатар осындай оригинал наурыз көженің рецепті бар. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып WhatsApp желісіне бөлісіп қойыңыздар. Және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.